Абай Сарыбатыр атындағы мектепте қалалық математикалық логикалық олимпиада өтіп жатыр. Бұл олимпиада 1-4 сыныптарға арналған және мемлекеттік тілде оқытатын сыныптарға арналып отыр. Енді негізгі мақсаты ол осы бастауыш сыныптар арасында логикасын дамытып, сол қабілеттерді анықтау және осындай жарыстарды жыл сайын өткізе отыра мемлекеттік тілде оқытатын балалардың логикасын дамытуға үлес қосады деген ойдамыз. Бүгінгі математикалық логикалық олимпиадаға қала мектептерінің бастауыш сыныптарынан 151 оқушы қатысқалы отыр. Бұл математикалық логикалық олимпиаданы 2 турдан тұрады. Бірінші турында оқушы математикалық логикалық тапсырмалар орындайды, екінші турында тест жұмыстарын орындайды.